Қазақ тілі 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы қалың кітап. Сабақтың мақсаты мұғалім көмегімен иллюстрация, суреттер немесе сызбалар таңдау және қарапайым сұрақтарға жауап беру. Тыңдау, көру материалындағы оқиғаларды түсіну, сұрақтар қою және сипаттау. Жаңа сөздер: кітап, книга, дәптер, тетрадь, қаламсауыт, пенал, ұштағыш, точилка, өшіргіш, ластик, қалың, толстый, жұқа, тонкий. Қайталаймыз, балалар. Кітап, книга, дәптер, тетрадь, қаламсауыт, пенал, ұштағыш, точилка, өшіргіш, ластик, қалың, толстый, жұқа, тонкий. Кітап сөзін тәуелдегенде соңғы әрпі П, Б әрпіне айналады. Менің кітабым, сенің кітабың, сіздің кітабыңыз, оның кітабы. Мұндағы ым, ың, ыңыз, тәуелдік жалғаулары болып табылады. Тыңда, қайтала, оқы. Кітап, дәптер, қаламсауыт, ұштағыш, өшіргіш, сөмке, қарындаш, қалам. Қайталаймыз, балалар. Кітап, дәптер, қаламсауыт, ұштағыш, өшіргіш, сөмке, қарындаш, қалам. Айтылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Сенің сөмкеңде не бар? Досыңның сөмкесінде не бар? Менің сөмкемде қалам, қарындаш, кітап, ұштағыш, қаламсауыт бар. Сашаның сөмкесінде өшіргіш, ұштағыш, қаламсауыт, дәптер бар. Оқылым тапсырмасы. Мынау жұқа кітап, мынау қалың кітап. Анелдің қолында қалың кітап, Әлібектің қолында жұқа кітап бар екен. Өзіңді тексер. Суретке қарап, үлгі бойынша сөйлемдерді ретімен жаз. Балалар, дәптерге, суретке қарап, үлгі бойынша сөйлемдерді ретімен жазамыз. Үшінші тапсырма, сұраққа жауап жаз. Мынау қандай дәптер? Мынау қандай дәптер? Бірінші тұрған балалар қандай дәптер екенін жазамыз. Екінші тұрған көк дәптер қандай дәптер екенін жазамыз, балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.